Құрметті тыңдармандар, бүгін сіздер қарғалдақ аталатын қожа шөптің ғажайып емдік амалы туралы білетін боласыздар. Қожа шөп көбінесе тау шыңдарында, көктем қарсаңында қар астынан көктеп шығатын болғандықтан қарғалдақ деген атаумен де белгілі. Биіктігі көбінесе 10-15 сантиметр мөлшерінде болады. Жапырағы кезектесіп жиі өседі, жиегі аратысты келеді. Гүл шоғыры басында өседі. Гүлі түтік формалы, қызыл күрең түсті болады. Теңіз деңгейінен 2600 метрден 4000 метр биіктікке дейінгі биік таулардың жалама жартастарының арасында өседі. Тянь-шань, Алатау тауларында кездеседі. Қожа шөптің гүлі мен сабағы ем ретінде қолданылады. Оны гүлі толық ашылған кезінде жинап, көлеңке жерде кептіріп сақтайды. Ем болатын аурулары төмендегідей: етеккірдің тоқтап қалуы, бала жолдасының түспеуі, жел құз сипатты буын қабыну, белсіздік, суықтан болған жөтелді емдеуге қолданылады. Қолдану әдіс тәсілдері мынадай: жел құз қоздырған буын қабынуға, әйелдер ішінің мұздап ауруына, етеккірдің тоқтап қалуына, бала жолдасының түспеуіне қожа шөптен 15 грамды 100 грамы, немесе сарықдарды 10 грамнан күніне 2 рет ішеді. Бұдан басқа қызылша сыртқа шықпағанда өкпенің суықтығынан болған жөтелге, белсіздікке де ем ретінде қолданылады. Қолдану мөлшері 5 грамм айналасында болады. Қожа шөптің емдік қасиеті хақында Алматы қаласындағы Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлы былай дейді: көшпелі тұрмыста жас келіндері бар кісілер көбінде қожа шөп дейді. Ол қожа шөпті осы мына Тянь-шань тауында көп кездеседі, Алатаудың басында. Алқызыл болмаса жаңағы ақ түсті гүл ашады қожа шөп. Оны неге кептіріп алып жүреді дегенде, жүкті әйел босана алмай толғағы келмеген жағдайда, осыдан 1-2 басын қайнатып ішкізген жағдайда, небәрі жарты сағат 40 минутта толғағын желеткізіп, өздігінен баланы аман есен алып қалып жүрген. Қарғалдақ деп айтады, қожа шөптің екінші аты. Өте қасиетті шөп. Көбінде қыстың күндері гүл ашады. Сол қыстың күндері гүл ашқан кезде жинап алып, көлеңке жерде кептіріп пайдаланып келген атамыз қазақ. Бұл да қазақ медицинасындағы жаңағы дәстүрге айналып келе жатқан ем шаралардың бірі болып есептелінеді. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған қожа шөптің емдік қасиеті хақындағы пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіз үнемі осындай пайдалы ақыл кеңестер мен жағымды жаңалықтарды тыңдай аласыздар. Аман болыңыздар, ағайын.